Здравствуйте, инспектор по контролю оборота гражданского и служебного оружия, капитан полиции Кабуров. Так, в этом году у нас профилактическое оперативное мероприятие будет с 15 декабря по 22 декабря включительно. От шашулар, шартылдақтар, петардалар жаңа жылдық мерекелер қарсаңында солтүстік қазақстандық полицейлер мен құтқарушылар жазатайым оқиғаларды және өртті ескерту бойынша жұмысты жандандырды. Облыстың тәртіп сақшылары желтоқсанның 15-нен пиротехника республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы аясында жұмыс істеуде. Күн сайын іс-шараға 200-ден астам полиция және төтенше жағдай қызметкерлері жұмылдырылған. Мақсаты пиротехникалық заттарды заңсыз сату фактілерін анықтау және сатылуына жол бермеу. Сертификатталмаған пиротехникалар сататын орындарға кенеттен рейдтер жүргізетін 84 мобильдік топ құрылды. Балалар арасындағы жарақатты болдырмау, сондай-ақ рұқсат ету құжаттарсыз сертификатталмаған пиротехникалық бұйымдарды заңсыз сату фактілерін жолын кесу мақсатында ағымдағы жылғы желтоқсанның 15-нен 22-сін қоса аралығында солтүстік Қазақстан облысы аумағында пиротехника жедел профилактикалық іс-шарасын өткізу жоспарланды. Облыс тұрғындарына пиротехникалық бұйымдарды пайдалану кезінде қауіпсіздік шараларын қатаң ұстануға кеңес береміз. Операцияның басынан 9 әкімшілік құқық бұзушылығы анықталды. Сертификатталмаған 192 бірлік пиротехникалық бұйым тәркіленді. Петропавл қаласында сертификатталған өнім 2 сауда орнында, Кәрім Сүтішев және Жұмабаев көшелеріндегі сауда үйлерінің маңындағы павильондарда сатылады. Басқа сертификатталмаған өнімдерді сатуы мүмкін орында рейдтік топтармен тексерілетін болады. Пиротехника жедел профилактикалық іс-шарасы қаңтардың ортасына дейін жалғасады. Ақнұр Қайырбек, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.